Ана бақыты 5 бөлім. Студенттік кезім өткен Алматыға қайта оралдым. Алматыдан Есенсай өзеніне жақын жерден пәтер алдық. Күйеуім осындағы тамыр таныстарының көмегімен фирмасының филиалын ашты. Өскемендегі офиста бас көз болып інім қалды. Алматыны жақсы білемін. Жайғасып алған соң қызымды тіркеуге қойдым. Университетінен денсаулығына байланысты академиялық демалыс алдық. 1 жылға. Өзім колледжге жұмысқа тұрдым. Осылай жүріп жаттық. Ай сайын қызымды емханаға апарамын. Бәрін өзім қолыма алып қадағалап жүрмін. Жазға таман қызымыз айы күні жетіп шекесі торсықтай ол босанды. Әкесі өз тегіне жаздырды. Роддомнан шығарып алдық. Үйге келген соң қызым «Емізбеймін, арнайы тамақ беріңіз» деді. «Емізбегені қалай? Балаға ана сүті керек» дедім. Ол үндемей терезеге қараған күйі жылап отырып, «Мен оны қарағым келмейді» дейді. «Мен жаспын, оқуымды жалғастырғым келеді. Өмір бойы әкеме алақан жайып жалғызбасты ананың күйін кешкім келмейді. Амалым жоқтан, әкемнен қорыққаннан тудым» дейді. Оған қосылып мен де көз жасыма ерік бердім. Жаным, мен осы ана болу бақытына жете алмай, қанша тауқыметті, қайғы-мұңды басымнан өткіздім емес пе? Алла берген бақытты неге итересің? Деп қызыма қатты ренжідім. Тағдыр деген осы, пешенене не жазылса, соны көресің. Одан қашып құтыла алмайсың. Деп оны ақылға шақырдым. Қызым болса, олай болса оны сіз бағып алыңыз. Арманыңыз орындалсын. Сіз менен гөрі жақсы ана боласыз. Мен оған қарай алмаймын, бағада алмаймын. Мен оны жек көремін. Деп айқайлап жіберді. Көрші бөлмеде отырған әкесі жүгіріп кірді. Не болды? Неге айқайлайсың? Баланы шошытасың, деп қызына ұрсып берді. Мен мән-жайды түсіндірдім. Қызым маған айтқанын әкесінің бетіне тура қарап тағы айтты. Әкесі, есіңді жи, жасаған қателігіңді мойныңмен көтересің, деп ашуланып шығып кетті. Мен босанғаннан кейін әйелдерде күйзеліс болады дегенді білуші едім. Есін жияр, сабасына түсер, деп үндемей баласымен оңаша қалдырып шығып кеттім. Аналық сезімі оянар, деп үміттеніп жүрдік. Алайда өкінішке орай олай болмады. Сосын балаға арнайы каша бере бастадым. Немереміздің кіндігі түскен соң анаммен хабарласып, ақыл кеңес алып нәрестені түсті суға жақсылап шомылдырдым. Қызым сол күйі баласына деген аналық мейірімі оянбай, баласына қарамай қойды. Сонымен не керек? Жұмыстан шықтым. Бала күтімін толық мойныма алдым. Бар мейіріміммен, ынта-ықыласыммен баланы бауырыма бастым. Түнде де жаным алып жататын болдым. Кішкентайдың жұпар иісін құшарлана иіскеп, мейірлене мауқымды басатынмын. Аяқ-қолы кіп-кішкентай, тәп-тәтті еді. Қызыма таң қалатынмын. Аналық махаббат деген қайда? Сәбидің не жазығы бар еді? Деймін. Ата-анасының қателігі үшін бала жауап бермейді ғой. Үйдегі жағдайдың барлығын күйеуім көріп біліп жүрді. Алайда үндемейтін. Не де болса, бары ішінде еді. Осылай жүріп қырқымыздан да шықтық. Бөкен екеуміз кішкентайымызды шомылдырып шашын тырнағын алдық. Ол ет алып адамға ұқсай бастады. Қызым, сен осылай жүре бересің бе? Өз балана неге қарамайсың? Оған қашанғы тәтен қарайды? Оның анасы ол емес сенсің ғой. Үндемей ішіндегіні тап дегенде терезеге қарап отырасын да қоясың. Жалпы не ойлап жүрсің өзі? Деп еді. Қызым үндемей біраз отырды да, папа, мен оны қарай алмаймын, бағада алмаймын, тәрбиелей де алмаймын. Мен ана болуға дайын емес едім. Амал жоқ тудым. Мен оқуымды жалғастырғым келеді, карьера қуғым келеді. Осы баланы тәтем екеуіңіз бағып алсаңыздаршы, сіздердің балаларыңыз болсын. Менікі деп ешқашан айтпаймын. Сіздерді әке-шешем деп білсін. Толыққанды отбасы болсын. Мені қинамашы, деп жылап жіберді. Күйеуім екеуміз бір-бірімізге қарап не дерімізді де білмей қалдық. Бір кезде әкесі бәсең дауыспен қызына қарап, кейін өкініп қалмайсың ба? Деп еді. Қызы, жоқ, ешқашан өкінбеймін. Мен о бастан-ақ осының барлығын ойлап жүргенмін.
Бұл бағанада амалымның жоқтығынан дүниеге келдім. Мен оңбай қателестім, әке, мені кешіріңіздер, деп бетін басып жылап бөлмесіне кіріп кетті. Сонымен бұл тақырып бір жола жабылды. Баланы толыққанды мен қарайтын болып, барлық жауапкершілікті өз мойныма алдым. Бұл енді менің балам. Өзім бағып, өзім өсіремін, дедім. Күйеуім қызымыздың оқуын Астанаға ауыстырды. Ол жақта нағашылары бар еді. Қызымен бірге барып нағашыларына табыстап орналастырып келді. Осылай мен 34 жасымда аяқ асты апа да, ана да тандым. Кетерінде қызым шіркін баласына да қарамады, бетінен де сүймеді. Бейне бір қуыршағын маған ойнауға бере салғандай тастап кете берді. Оған не деймін? Қош айтысып қала бердік. Дегенмен мен бақытты едім. Күйеуім екеуміз күнде кешке Есенсай өзенінің бойына баламызды арбаға салып алып серуендейміз. Үйге келіп кешкі ас ішеміз. Кішкентайды шомылдырып ұйықтаймыз. Сосын екеуміз шай ішіп әңгімелесіп отырамыз. Уақыт өте бір-бірімізге бауыр басып үйренісіп кеттік. Тіпті мен оны жақсы көріп кеттім. О да мені аппағым, сұлуым деп еркелететін болды. Аллаға осы бөкенді жолықтырғанына шексіз риза едім. Әрбір істің қайыры болады демекші. Менің сонша қиналғаным, бірінші некемнің сәтсіз аяқталғаны, бала сүю арманым, осының бәрінің қайырғысы осы бөкен болды. Өзімді өмірге қайта келгендей сезіне бастадым. Алматыға ерте келген көктемнің табиғаты секілді, менің де бар болмысым, бүкіл организмім, жан тәнім барлығы бүршік атып, тамырын жайып, оянғандай күй кештім. Күн санап кішкентайымыз да өсіп келе жатты. Бетімізге қарап күлетін болды. Беті томпиып, қасы қалыңдап, бөкене ұқсап бара жатқандай еді. Ол да ұлына қарап дән риза. Аллаға шүкір, қыздарым бар ғой, бірақ жүрек түпкірінде ұлым болса деп армандайтынмын. Міне, енді ұлым да бар, шүкір, дейді. Арада біраз уақыт өткеннен кейін 3 айдан соң кішкентайымыз жасына толды. Соған орай ата-анамды, інімді келініммен үлкен қызды шақыртып атап өтсек деп ниет еттік. Үйге бір жеңіл жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Барлық жерді жиып, теріп, ақтап, сырғап дегендей көктем әсер етті ме? Мен тез шаршап қала беретін болдым. Мазам қашып, басым ауырып, ұйқы қыса береді. Мұнымды бөкен де байқап жүр екен. Сенің соңғы кездері мазан болмай жүр ғой, дәрігерге қаралсаң қайтеді, деді. Мен көктем әсер етіп жатқан болар. Осындай уақытта витаминоз деген болады ғой, сондай шығар, деп қоя салдым. Сөйтсем бөкен кішкентайдың қасына жатып аздап демалып ал. Түскі асқа сырттан тамақ әкелемін, деді. Мен басымды изеп баламның қасына жантая жатып кеттім. Біраздан бері осындай күйдемін. Өткен айдан бастап етеккірім де келмей қалды. Мен осы бала тумағаннан климакс басталып кеткен жоқ па екен, деп ойланып кеттім. Ұйқым қашып кетті. Телефонды алып емханаға әйелдер дәрігеріне ертесі күнге дәрігерге жазылдым. Бөкен келген соң ақылдасып, ертесіне емханаға бардық. Бірінші анализ тапсырып, нәтижесі шыққан соң дәрігерге кірдім. Жағдайымды түсіндірдім. Дәрігер менің анализдерімді қарап шықты. Сөйтіп маған қарап жымиды да, жап-жассыз, сізде қайдағы климакс? Аяғыңыз ауыр, деді. Мұны естігенде мен өз құлағыма өзім сенбей, не дедіңіз? Деп таңданып қалдым. Қайта сұрадым. Сөйтсем дәрігер, сіздің аяғыңыз ауыр, төменгі қабаттағы УЗИге түсіп тіркеуге тұрыңыз, дейді. Мен болсам сол отырған жерімде орнымнан тұра алмай қалдым. Бұл мүмкін емес. Маған бедеусің деген диагноз қойылған десем, дәрігер, УЗИге түсіп келіңізші, деді. Жүрегім лүпілдеп астыңғы қабатқа түстім. УЗИдің кабинетіне бардым. Дәрігердің жолдамасын бердім. Дәрігер ішіме гель жағып қарап жатыр. Тынысым тоқтап қалғандай. Қасындағы көмекшісіне бірдемелерді жаздырып, 9-10 апталық жүктілік деді. Өз құлағыма өзім сенбей селкілдеп жылап жібердім. Сөйтіп едім, УЗИ дәрігері таңдана маған қарап, сізге не болды? дейді. Медбике екеуі шошып кетіпті. Мен болсам, қуаныштың көз жасы ғой.
деп егіле жылап қолыма УЗИ нәтижесінің қағазын алып жылап отырып бірнеше рет қарап шықтым. Жүрегімнің астында сәбиімді көтеріп жүргеніме көзім жетіп тұрса да, қайтадан жоғары көтеріліп дәрігерге кірдім. УЗИ-дің қорытындысын бердім. Ол қарады да: «Айттым ғой сізге, аяғыңыз ауыр, 9-10 апта болып қалған. Құтты болсын. Бедеу деген диагноз бір қателік шығар», деді. Мұны естіп көз жасымды тыя алар емеспін. Дәрігер менің бұл күйіме қарап, су беріп ақыл кеңесін айтып жатыр. «Уайымдамаңыз, баланың дамуы барлығы қалыпты, дамып келе жатыр. Енді кешіктірмей тіркеуге тұрыңыз», деп шығарып салды. Емханадан шықсам, Бөкен аулада баланы арбаға салып тербетіп отыр екен. Мені көріп орнынан тұрды да: «Бала ұйықтап қалды. Бәрі жақсы ма? Дәрігер не дейді?» «Сен неге жылағансың? Тыныштық па, не болды?» деп сұрақтың астына алып жатыр. Мен Бөкенді құшақтай алмадым. Ол мені құшақтап шашымнан сипап жатыр. Қолына УЗИ нәтижесінің қағазын бердім. Жалғасы бар.